Жылдам ақпарат тарады, көріңіздер, хабардар болыңыздар. Сәлеметсіз бе, қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғаш қатарынан біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Белгілі жазушы, журналист, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі Еркін Жаппасұлы өмірден өтті. Мәдениет және ақпарат министрлігі марқұмның отбасы мен жақындарына көңіл айтты. Ведомствоның ресми телеграм-каналында хабарланғандай, Еркін Жаппасұлы қазақ сатирасында өз қолтаңбасын қалдырып, қоғамның күлкі мен шындықты тоғысқан қырларын терең бейнелеген бедерлі қаламгер. Ол қазақ әдебиетінің баспасөзінің дамуын елеулі үлес қосып, өзінің кәсібилігі мен ұлттық руханиятына жаңашылығымен ерекшеленді. Мәдениет және ақпарат министрлігі жазушы, журналист, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының құрмет орденінің иегері Еркін Жаппасұлының өміріне өтуіне байланысты марқұмның отбасы мен туған туыстарына, туған халқына қайғыра көңіл айтады. Еркін Жаппасұлының жарқын бейнесі, өткір тіл мен ойлы әзілге құрылған шығармалары қаламгерлік қолтаңбасы әріптестерінің, оқырмандарының және барша қазақ журналистикасы қауымының жадында мәңгі сақталады деп сенеміз. Марқұмның жаны жәннатта, иманы саламат, топырағы торқа болсын.